Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода мен сіздерге осы Pinduoduo сайтынан 10-15 күнде қолға алған осы товарларға распаковка жасаймын. Мінекей осындай тәпішкелерге заказ берген болатынмын. Бұл тәпішкелер менде келуімен біреуінің бағасы 1100 теңгеге шықты. Тәпішкелер бұл жерде 36-37 38-39 деп жүреді размерлері, кішкене маломерка екен. 36-37-сі мен өзім 35 кием, кейде 34, и маған прям жақсы келіп тұр. Табаны қалың, сапасы жақсы, ұнады. Ондай бір қатты жұқа тәпішкелер емес. Мінекей осындай пармен жүретін тәпішкелерге заказ берген болатынмын, барлық размеріне. Продавец барлық размерді дұрыс алып жіберген. Келесі товар бізде қызыма биге киюге арналған костюмге заказ берген болатынмын. Сіздерге ашып видеосын көрсетемін. 130 размер заказ берген. Тура сол размерді салған. Көйлектің модельді тура өзіміз ойлағандай, ожидание реальность жақсы совпало. Прям күшті, матасы прям жұмсақ, андай хлопковый нелер. Шотигін мен басында көрген кезде кішкентай деп ойлағам, но қызым киіп көргенде прям жақсы келді қызыма. Қызымның бойы 130 размерге заказ бергем. Тігістері барлығы жақсы. Бағасы бұл келуімен примерно 2000 теңгеге шықты. Астында тізесіне киген, оны жеке заказ бергенміз. Қазір оны да ашып көрсетемін. Мінекей бізде бағана қызым киіп тұрған тізеге киетін, биге киюге арналған тоже. Қалай аталатынын білмеймін. Бағасы небәрі 650 теңге сайттағы. Енді весі де прям невесомый. Келуімен 700-800 теңге шығар. Келесі товар. Бізде мынандай колготкаларға заказ берген болатынбыз. 13-тік 2 түрлі, біреуі светлый, біреуі кішкене сәл қоңырлау. Осы 13-тіктің бағасы келуімен 2000 теңгеге шыққан болатын. Колготкаларға жыртылады, бірақ стрелка түспейді, сондай. Сапасы енді прям күшті деп айта алмаймын. 200 теңгеге, 100-200 теңге шығып тұр, но 200 теңгеге нормально. Так, келесі товар бізде. Ашық көрек, келесі товар. Бұл бізде мен осындай су өткізбейтін төсек жапқышқа тапсырыс берген болатынмын. Қазір сіздерге ашып көрсетемін. Ең кішкентай размеріне заказ бергенмін. Так, келуімен бұл менде примерно 2000 теңгеге жетер-жетпес. 120-ды 200-ге заказ бергем. Так, астыңғы жағында резинкасы бар. Сіздерге көрсетем. Андай сырғанап тайып кетпейді. Ұстап тұрады. Жақсы ұстайды мінекей резинкасы. Сосын іші мінекей осындай. Текстерінің барлығы жақсы. Ешқандай жерінде прям ішіп тәртіштетіп тұрған жоқ. Сапасы көңілімнен шықты. Андай китайский товардың иісі шығып тұрған жоқ. Ең жақсысы. И жуғанда да краскасы шықпайды. Так, келесі товар кеттік. Келесі товарды ашып көрейік. Қандай товар? Так, бұл менде өзіме тапсырыс берген көйлегім. Акция кезінде сатып алған болатынмын. Бұл көйлектің бағасы небәрі келуімен 3000 теңге. Сайтта бағасы примерно 2300 ба, 2500 ба сондай. 3000-ға жетер-жетпес. Енді мен бұндай көйлек келеді деп ойлаған жоқпын. 3000 теңгеге шыны керек. Көбіне қымбат көйлектерге заказ беретінмін. Но осы жолы рисковать етіп көрейін, прям күшті көйлек келді. Фасоны да, тігістері де, материалдары да барлығы көңілімнен шықты. Еще размері де тура. Енді мен өзім жалпы SK кием, SK заказ бергем. Жақсы келді өзіме. Сіздерге фотосын көрсетем.
Дәл осы көйлекті мен магазиннен 15 мыңға көрген болатынмын. Содан сайттан іздеп көргенде солай 2000 бірден теңгелерге шығып тұрды. Сонымен ала салған, прям күшті. Андай живой фотосын бәрін, отзывтарын бәрін оқып заказ берген болатынмын. Жақсы келді, ұнады бұл көйлек маған. Давайте келесі товарды ашып көрейік. Келесі товар бізде мынау ұлдарымызға заказ берген футболкалар. 3 түрлі размерге заказ бергенбіз. 100, 110, 120, ешқайсысын шатастырмай, түстерінде шатастырмай жақсы салған. Матасы хлопок, и размерлерде жақсы размер жүреді. Тігістері барлығы ұнады. Тоже тапсырыс беруге кеңес беремін. Осы товарлардың ссылкасын осы видео астына салып қоямын. Егер ашылып жатса, қарап кіріп көрсеңіздер болады. Мінекей осындай түрлеріне заказ бергенбіз. Келесі товарды ашып көрейік. Келесі товар бізде 3 май күні заказ берген тапсырыс бұл. Мінекей мынау біздің қыздарымызға заказ берген тапочкелер, сланцы дейді. Тағы да бір аттар бар, білмеймін. Тапочки. Қоянның суреті бар деп сұраған болатын қызымыз. Прям менде фотода неде осы көргенде прям қызыққан болатынбыз. Вживую прям вообще күшті көрінеді екен. Бірақ салмағы сәл ауыр, размері жүреді. Осы 2 тәпішкенің салмағы 1500 теңге шықты. Ал сайттағы бағасы 2 тәпішкенің бағасы тоже 1600 теңге. Тоже тапсырыс берсеңіздер болады. Өте әдемі, неше түрлері бар о жерде. Бізде қызымыз қоян деген соң қоянға тапсырыс бергенбіз. Сапасы прям енді керемет жаңағы тәпішкелердің. Келесі товар бізде мужской тәпішке болу керек. Сіздерге ашып көрсетемін. Бұл тәпішкелер бізде келумен 1600 теңгеге шықты. Бір магазиннен 42, 43, сосын 44, 45-нен заказ берген болатынбыз. Но продавец екеуін 2 түрлі қып салып жіберген. Екеуі де бір уақытта складқа жеткен, но бізге қолымызға 2 размер, 2 түрлі уақытта келіпті. Біреуі 10 күнде келсе, енді бірі 18 күнде келіп тұр. Біз бұл товарларда майдың 2-сі мен 6-сы күндері заказ берген болатынбыз. Арасында әртүрлі. Біреуін 12 күнде алса, енді бірін 18 күнде алып отырмыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Алдағы уақытта осы товарларға распаковка жасайтын боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, менің жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз.